Наурыз — ұлыстың ұлы күні. Наурыз — көктемнің келуін, табиғаттың жаңаруын білдіретін ерекше мейрам. Бұл күн бүкіл түркі халықтары үшін жаңа жыл мерекесі өтті. Наурыз мейрамы әр жылдың 22 наурызында тойланады. Бұл күн мен түннің теңелетін уақыты. Қыстың ызғары кетіп, жер жібіп, тіршілік жаңарады. Наурыз мейрамында адамдар бір-біріне ақ тілек айтып, амандасып, үйлерін таза ұстап, дастархан жаяды. Бұл күндері ерекше тағам, наурыз көже дайындалады. Наурыз көженің өзі 7 түрлі болады. Бұл молшылық пен берекенің белгісі. Мейрамда үлкендер баталарын береді, ал жастар ұлттық ойындар ойнап сайыстар өткізеді. Көшелерде киіз үйлер тігіліп, ән-күй шырқалады. Балуандар күресіп, ат жарыстар ұйымдастырылады. Наурыз — бірліктің, татулықтың, жаңарудың мейрамы. Бұл күндері адамдар реніштерін ұмытып, бір-біріне жылы сөз айтып, қонаққа барады. Сондықтан да наурыз — ұлыстың ұлы күні деп көресіз.